Баршаңызға сәлем, сіздермен Жорабекова Жанерке және бүгінгі біздің видеода Қазақстанда декреттік демалысқа шығу тақырыбына тоқталатын боламыз. Еңбек кодексінің 99 бабына сәйкес жүктілігіне, бала туғанына, жаңа туған баланы асырап алуына байланысты әйелдерге не еркектерге демалыс беріледі. Оның үш түрі бар. Біріншісі туғанына, босануына байланысты берілетін демалыс, екіншісі жаңа туған баланы асырап алған қызметкерлерге демалыс, және үшіншісі бала 3 жасқа толғанға дейінгі оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс. Демалыс ұзақтығына келетін болсақ, осы 99 бапқа сәйкес ол 126 күнді құрайды, яғни босанғанға дейін 70 күн, босанғаннан кейін 56 күн. Ал егер кесарево немесе қиын босанса, 2 немесе одан да көп бала босанған кезде, онда босанғанға дейін 70 күн, босанғаннан кейін де 70 күн демалатын болады. Баланың тууына байланысты берілетін мемлекеттік жәрдемақылар мен төлемдерге келетін болсақ, әйелдерді екі топқа бөлеміз. Жұмыс істейтін әйелдер және жұмыс істемейтін әйелдер. Жұмыс істемейтін әйелдерге баланың тууына байланысты берілетін бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы және баланың 1 жасқа толғанға дейінгі күтімі бойынша әлеуметтік жәрдемақы тағайындалады. Ал жұмыс істейтін әйелдерге баланың тууына байланысты берілетін бір жолғы жәрдемақы және баланың 1 жасқа толғанға дейінгі күтімі бойынша берілетін әлеуметтік жәрдемақы және үшінші жүктілігі мен босануы бойынша табысынан айырылуына байланысты берілетін әлеуметтік төлем тағайындалады. Баланың тууына байланысты берілетін бір жолғы мемлекеттік көмек барлық әйелдерге беріледі, яғни жұмыс істейтін әйелдерге де, жұмыс істемейтін әйелдерге. Және бұл арнайы бекітілген, яғни бірінші, екінші, үшінші балаға 38 айлық есептік көрсеткішті құраса, төртінші және одан көп балаға 63 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Яғни 2021 жылғы бойынша айлық есептік көрсеткіш 2917 теңгені құрайды. Жұмыс істемейтін әйелдер үшін баланың 1 жасқа дейінгі күтімі бойынша берілетін әлеуметтік жәрдемақы осы баланың күтімімен айналысатын әйелге не болмаса еркекке тағайындалады. Және ай сайынғы жәрдемақы арнайы бекітілген, яғни бірінші балаға 5,76 айлық есептік көрсеткіш, екінші балаға 6,81, үшінші балаға 7,85, төртінші және одан көп балаға 8,90 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Яғни оны 1 айлық есептік көрсеткішке, яғни 2917 теңгеге көбейтеміз, осы ай сайынғы берілетін мөлшері болып есептелінеді. Бүгінгі видео осымен тамам. Келесі видеода жұмыс істейтін әйелдер үшін берілетін жәрдемақыны толығырақ айтатын боламын. Келесі видеода кездескенше, қош саламат болыңыздар.